күн, құрметті көрермендер. Тараз қаласы көне де құнды тарихи қала. Талайғы Тараздың талайды таңғалдырары анық. Тарихы тереңге жайылған бұл өлке менің отаным. Олай болса, Тараз қаласына шеруімізді бастайық. Оянды ерте қала, асығып суыт жандар, тыныққан оймен саны жүгіріп шыныққандар. Оянды ерте құстар, және де терек талдар, ұятты біреулерді тірілікпен себеп салдар. О, қала, о біздің әсем қала, төзімде тағат бар ма, өмірлік сұрақтарға өзінде жауап бар ма? О, қала, о біздің ару қала, сөзіме үн қатпаған, жай күйің жұмбақ маған, сырымды кімге ақтарам? Асылдар сыры, ғасырлар жыры, таласпен шуды бойлаған. Тарихтың туы, ұрпағын ұлы, 12 мың жылдық тойлаған. Айшару менен қарахандардың куәсі болған мекенім, жыршысы болып жаңа таңдардың өзінді жырлап өтемін. Қанша рет, қанша тұрды жырлы дала, жадына жазған жалғыз күн ғолама. Бабамның куәсіндей Айша бейбіт, қадалған қоба жонған бір мұнара. Міне менің сүйікті қалам Тараз қаласы. Бұл қаланың тарихы таусылмайтын, тағылымға бай, тамыры тым тереңде жатқан көне қалам. Ал менің кіндік қаным тамған жер Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Шайқорық ауылы. Туған жер кіші отан секілді. Жер бетінде отанға деген сүйіспеншілік пен махаббатты сезінбейтін жан жоқ. Мен өз ауылымды сүйемін. Оның күні де, түні де мен үшін ыстық. Жазда балалар өзенге суға түсіп, балық аулап, демалыстарын қызықты өткізеді. Ауасы қандай, жұта бергің келеді. Менің ауылым табиғатымен ерекшеліп қана қоймай, сонымен қатар тұрғындары бауырмал, бір-біріне көмектесуге дайын тұрады. Міне, менің ауылым осындай. Осындай ауылда туып өсіп жатқаныма қуанамын. Болашақта ауылымды көркейтуге мен де өз үлесімді қосамын. Мен өз отанымды шексіз сүйемін және мақтан тұтамын.